Кейде адамның өмірін өзгерту үшін бір ғана күн жеткілікті. Кеше ғана сен қарапайым мұғалім болдың, ал бүгін қолыңда қару, артыңда полиция, ал өмірің қылмыс әлемімен байланысып кеткен. Дәл осындай оқиға Уолтер Уайттың басынан өтті. Бұл сериал жай ғана есірткі туралы емес, бұл адамның ішіндегі жасырын ашу, өкініш және билікке деген құмарлық туралы тарих. Ал ең қорқыныштысы, Уолтер бастапқыда жаман адам болған жоқ. Сәлем достар, бүгін сіздерге «Во все тяжкие» атты телесериалдың бірінші маусымын қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал ендеше кеттік. Барлығының басталуы шөлдің ортасында ескі трейлер үлкен жылдамдықпен келе жатады. Рөлде противогаз киген жартылай жалаңаш адам. Ол қатты қорқып кеткен. Артында ес-түссіз жатқан екі адам. Сиренаның дауысы естіледі. Сол сәтте ол көлікті тоқтатып, камераға отбасымен қоштасқандай видео түсіреді. Міне сериал дәл осылай басталады. Сосын оқиғаны бірнеше апта артқа қайтарады. Уолтер Уайт қарапайым химия мұғалімі. Бірақ оның өмірі өте ауыр. Мектепте оқушылар оны адам құрлы көрмейді. Кейбірі сабақта ұйықтайды, кейбірі мазақ етеді. Ал сабақтан кейін ол автомойкада жұмыс жасайды. Ең қорлайтыны кейде өз оқушыларының көлігін жуып жүреді. Бұл сценалар Уолтердің ішкі күйін өте қатты көрсетеді. Өмір бойы талантты бола тұра ештеңеге жете алмаған адам. Үйінде жүкті әйелі Скайлер, ұлы Уолтер Джуниор және олардың денсаулығына байланысты қиындықпен өмір сүріп жатыр. Сырттай қарағанда бәрі тыныш сияқты, бірақ Уолтердің ішінде үлкен шаршау жиналып қалған. Уолтердің өмірі күннен күнге бір сарынды болып кеткен. Таңертең мектепке барады, кешке қосымша ақша табу үшін автомойкада жұмыс жасайды. Бірақ ең ауыр нәрсе оның ішкі күйі. Ол кезінде өте мықты химик болған, үлкен ғылыми жобаларда жүрген адам еді. Бірақ өмірі мүлдем басқа жолға түсіп кеткен. Оның 50 жасқа толған күні бәрін өзгертеді. Бір күні Уолтер өзін нашар сезіне бастайды. Жөтелі күшейіп, бір сәтте есінен танып қалады. Ауруханаға барған кезде дәрігерлер оның өкпе обырына шалдыққанын айтады. Ең жаманы аурудың соңғы кезеңге жақындап қалғаны. Уолтердің бүкіл әлемі бір сәтте құлайды. Ол отбасын қалай асыраймын деп ойлайды. Өзі өлгеннен кейін әйел мен баласына не болады деген ой оны мазалай бастайды. Себебі оның болашаққа жинаған ақшасы жоқ. Сол сәттен бастап оның ішінде қорқынышпен бірге ашу пайда болады. Ол өмір бойы адал өмір сүрді, бірақ соның нәтижесінде не алды? Қарыз, шаршау және ауру. Келесі күні Уолтер өзінің жездесі Хэнкпен бірге есірткіге қарсы рейдке барады. Хэнк DEA агенті, яғни есірткімен күрес бөлімінде жұмыс жасайды. Рейд кезінде Уолтер күтпеген жерден өзінің бұрынғы оқушысы Джесси Пинкманды көреді. Джесси мектеп кезінде сабақты дұрыс оқымаған, өмірі быт-шыт болған жігіт. Қазір ол метамфетамин, яғни есірткінің белгілі бір түрін жасап, оны сатып жүр. Сол сәтте Уолтердің басына қауіпті идея келеді. Ол химияны керемет біледі, ал Джесси есірткі әлемін біледі. Екеуі бірге өте сапалы мед жасай алады. Уолтер Джессиге барып бірге жұмыс істеуді ұсынады. Басында Джесси қатты таң қалады. Өйткені алдында тұрған адам қарапайым мұғалім. Бірақ Уолтер өте сенімді сөйлейді. Осылайша олардың қылмыстық жолы басталады. Но ты знаешь этот бизнес, а я разбираюсь в химии. Екеуі ескі трейлер сатып алады. Шөлдің ортасына барып, алғашқы мед партиясын дайындайды. Бірақ мұнда бір маңызды нәрсе бар. Уолтер жасаған мед ерекше таза, керемет сапалы. Джесси мұндай нәрсені өмірінде көрмеген. Осы жерде көрермен Уолтердің шын талантын байқайды. Ол жай мұғалім емес, ол гений химик. Дәл осы талант енді қауіпті жолға түсті. Ал Джесси болса, олардың өнімін сатуға тырысады. Бірақ бәрі жоспар бойынша кетпейді. Олар қауіпті дилерге тап болады. Крейзи 8 және Эмилио. Эмилио Уолтерді DEA рейтінен көргенін есіне түсіреді. Ол Уолтерді полициямен байланысы бар деп ойлайды. Трейлер ішінде атмосфера сол сәтте күрт өзгеріп, қауіп пен паника басталады. Бірақ дәл осы жерде Уолтердің жаңа қыры ашылады. Ол химияны қару ретінде қолданып, улы газ жасап, трейлер ішін толтырады. Бірнеше секунд ішінде бәрі хаосқа айналады. Бұл сәт Уолтер Уайттың бұрынғы өмірінің аяқталған жері. Өйткені осыдан кейін ол ешқашан қарапайым мұғалім болмайды. Серия қайтадан басындағы шөл көрінісіне келеді. Полиция сиренасы алыстан естіледі. Уолтер бәрі бітті деп ойлайды.
қолына тапанша алып жолдың ортасына шығады. Бірақ полиция көліктері оның жанынан өтіп кетеді. Өйткені ол өрт сөндіргіштер болып Эмилионың кесірінен тұтанған алқапқа кетеді. Есік ашылғанда олар Crazy 8-дің демалып жатқанын көреді. Ол әлсіз бірақ тірі, ал Эмилио өлген. Джесси бірден паникаға түседі. Өйткені бұл енді жай қылмыс емес, бұл адам өлімі. Уолтердің өзі шокта. Екеуі мәйіттен құтылудың жолын ойлайды. Міне осы жерде Уолтердің химиялық білімі тағы көрінеді. Ол қышқыл арқылы денені ерітуге болатынын айтады. Бірақ бұл сахнаның мағынасы тек қорқынышта емес, бұл Уолтердің ғылымды енді мүлде басқа мақсатта қолдана бастағанының белгісі. Уолтер Джессиге пластик контейнер қолдан деп нақты ескертеді. Бірақ Уолтерден күдіктенген Скайлер Джессидің үйіне келіп, сәл болғанда ұсталып қала жаздайды. Сол сәтті Джесси Уолтерге марихуана сатпайтынына уәде беріп, сәтті құтылып кетеді. Ол мәйітті ваннаға салып, содан кейін қышқыл бәрін ерте бастайды. Төбе, еден, темір, ет, сүйек барлығы бірнеше секундтан кейін. Ал Уолтердің бетінде ашу бар, өйткені ол бірінші рет өзінің бақылауды жоғалтып алғанын сезеді. Таңертең ол үйіне қайтады. Ас үйде тыныштық, ал оның әйелі таңғы дайындап жүр. Ал Уолтер бұрынғыдай емес, көзқарасы қаталдау, ішінде жиналған ашу сыртқа шыға бастайды. Ал сырттай үнемі әзілдеп жүретін Джесси бос адам сияқты, бірақ ішінде ол қатты қорқып қалған. Өлімді бірінші рет соншалық жақын көрді. Ол қылмыскер болса да адам өлтіруге дайын емес еді. Джесси жалғыз қалғанда оның шын эмоциясы шығады. Ал тірі қалған Crazy 8-ді Уолтер үйінің жертөлесіне байлап қояды. Міне осы жерден серия психологиялық драмаға айналады. Уолтер оны өлтіру керек екенін түсінеді, өйткені тірі қалса бәрін полицияға айтып береді. Бірақ бір мәселе бар. Уолтер адам өлтіруге моральдық тұрғыдан дайын емес. Ол жертөлеге түсіп Crazy 8-бен сөйлесе бастайды. Тамақ береді, су береді, тіпті екеуі кәдімгі адамдар сияқты әңгімелеседі. Crazy 8 оның отбасын сұрайды. Уолтер өмір туралы айтады. Бір сәтке олар жау емес сияқты көрінгенмен, тіпті қылмысқа кіріп кеткен адамның өзі іштей сынып жатады. Уолтер Crazy 8-ді өлтіргісі келмейді. Ол өзіне әртүрлі себеп іздейді. Мүмкін босатып жіберемін, мүмкін ол үндемес. Бірақ ішкі дауысы шындықты түсінеді. Егер босатса, өзі де, отбасы да өледі. Сол кезде Уолтер тізім жасайды. Crazy 8-ді өлтіру себептері және тірі қалдыру. Серия соңында Уолтер Crazy 8-ге тамақ апарады. Бірақ кенет сынған тәрелкенің бір бөлігі жоғалып кеткенін байқайды. Сол сәтте бәрі түсінікті болады. Crazy 8 босайтын болса, оларды өлтірмек әрекетте. Зачем ты так? Уолтердің көзі өзгереді. Ішіндегі соңғы адамгершілік пен қорқынышты бір сәтте араластырып, содан кейін ол велосипед құлыпмен Crazy 8-ді тұншықтырады. Уолтер денеден құтылуға тырысады, бірақ ең қиыны мәйіт емес, ең қиыны өзінің санасы. Ал Джесси Пинкман мүлде басқа күйде. Ол қатты қорқып кеткен. Әр дыбыстан шошиды, терезеден қайта-қайта қарай береді. Уолтер өзінің бұрынғы жұмыс орнына барады. Бұрын өзін қорлаған бастығына қарайды және жұмыстан кетеді. Бірақ жай кетпейді. Ол алғаш рет қорықпай сөйлейді. Дауысын көтеріп, ішінде жиналған намысын сыртқа шығарады. Осы уақытта оның қатерлі ісігі де ұмыт қалған жоқ. Дәрігерлер ем жайлы айтады, бірақ ем өте қымбат. Уолтер сырттай тыныш тыңдап отырады, ал ішінде уақыттың азайып бара жатқанын сезеді. Серия барысында екеуінің байланысы өзгере бастайды. Алғашында олар жай серіктес сияқты еді, бірақ енді екеуін ортақ құпия байланыстырып тұр. Өлім, қылмыс, қорқыныш. Джесси кейде Уолтердан қорқа бастайды. Серия соңында Уолтер бассейн жанында жалғыз отырады. Түн, тыныштық, сырттай бәрі қалыпты сияқты. Уолтердің отбасы оның ауруын біледі. Үй іші үнсіз, ауыр атмосфера. Скайлер Уайт жылап жүр, ал оның баласы не айтарын білмейді. Бірақ ең қызығы Уолтердің реакциясы. Ол эмоциясын сыртқа шығармайды. Уолтердің өткен өмірін аша бастайды. Бір кезде ол өте мықты химик болған, тіпті үлкен ғылыми компанияның негізін қалаушыларының бірі еді. Бірақ кейін белгісіз себеппен ол компаниядан кетіп қалған. Ал қазір сол компания миллиардтаған доллар табыс әкеліп отыр. Қатерлесікпен ауырып жүрген Уолтерға Эллиот жұмыс ұсынады. Тіпті емақысын төлеуге көмектескісі келеді. Сырттай бұл жақсы нәрсе сияқты. Бірақ Уолтердің ішкі намысы бұны қабылдай алмайды. Өйткені ол өзін қайыр сұрап тұрған адам сияқты сезінеді. Джесси Пинкман ата-анасының үйіне келеді. Сол жерде көрермен оның бұрын мүлде жаман бала болмағанын түсінеді. Бірақ отбасы одан үміт түскен. Олар Джессиді проблема ретінде көреді. Үйдегі атмосфера өте суық. Джесси сыртта еркін адам сияқты көрінсе де, ішінде жалғыздық көп. Ол отбасынан махаббат емес, тек көңілсіздік сезінеді.
Соған қарамастан Уолтер мен Джесси қайтадан мед пісіруге оралады. Лаборатория ішінде ол қайтадан генийге айналады, ал үйде жағдай қиындай береді. Скайлер күйеуінің бір нәрсе жасырып жүргенін анық сезеді, бірақ нақты не екенін түсінбейді. Уолтер бұрынғы серіктестерімен кездесуге барады. Олар Эллиот және Гретсен. Кездесу сырттай өте мәдениетті көрінеді. Жылы сөздер, ескі естеліктер, жалған күлімсіреу. Бірақ ішкі атмосфера мүлде басқа. Уолтер өзін сол ортада бөтен адамды сезінеді. Өйткені ол бір кезде сол әлемнің ортасында болған. Ал қазір тек қонақ. Скайлер Уайт Уолтердің өзгерісін бұрынғыдан да анық сезеді. Ол енді тек күдіктенбейді. Ол енді ішкі деңгейде қорқа бастайды. Уолтер кейде тым сабырлы, кейде күтпеген жерден агрессивті, кейде мүлдем жоғалып кетеді. Уолтер мен Джессидің қарым-қатынасы тереңдей түседі. Бірақ бұл енді достық емес, бұл мәжбүрлі серіктестік. Джесси Уолтерден қатты қорқады, бірақ сонымен қатар оған тәуелді. Ал Уолтер Джессиді басқаруға тырысады. Оны түзеткісі келеді, оны бағыттағысы келеді. Тука Саламанка сериалдағы қауіпті және тұрақсыз қылмыскерлердің бірі. Ол эмоциясын толық бақылай алмайды. Бір сәтте күледі, келесі сәтте адамды өлтіре салады. Джесси Тукаға мед сату үшін келеді, бірақ бәрі жоспар бойынша жүрмейді. Тука Джессиді ұрып, есірткіні тартып алады. Джесси тырғалу үшін қашады. Осыдан кейін Уолтер араласуға мәжбүр болады. Хайзенберг бұл Уолтердің жаңа тұлғасы. Ол Туканың алдында жалғыз барады және Тукаға шарт қояды және мед бағасын көтереді және ең таңғаларлығы Тука келіседі. Өйткені Уолтердің ішінде жаңа бір энергия бар. Уолтер Джессиді ауруханаға апарады. Сол жерде оның көзқарасы өзгереді. Ол Джессиді жай серіктес емес, жауапкершілік ретінде қарай бастайды. Уолтер Тукаға тағы бір рет барады, бірақ бұл жолы қорқыныш жоқ. Ол химияны қару ретінде қолданады, яғни сынап фульминатын жарылыс ретінде көрсетеді. Не мед. Кішкентай бөлшек үлкен жарылыс алып келеді. Бұл Туканы шошытады. Уолтер оған нақты айтады: мен саған товарды жеткіземін, бірақ сен бізді құрметтейсің. Уолтер мен Джесси Пинкман енді тұрақты түрде ақша таба бастайды. Бірақ бұл ақша олар ойлағандай бақыт әкелмейді. Керісінше проблеманы көбейтеді. Джесси ақшаны шашып бастайды. Үй, ойын-сауық, бос өмір. Ал Уолтер үшін бұл мүлде басқа нәрсе. Ол әр долларды есептейді. Өйткені ол үшін бұл ақша уақытпен өлшенеді. Тука Саламанка бұрынғыдан да тұрақсыз бола бастайды. Ол агрессивті, болжап болмайтындай адам. Бір сәтте күледі, келесі сәтте адамды ұрады. Уолтер мұны түсінеді. Бұл адаммен ұзақ жұмыс істеу қауіпті. Бірақ басқа жол жоқ. Себебі ақша керек. Уолтердің денсаулығы нашарлай береді. Жөтелі күшейеді, әлсіздік артады. Бірақ ол тоқтамайды. Өйткені енді тек бұл бизнес емес, бұл оның отбасын қамтамасыз етудің нағыз жолы. Ты же сказал, что припрешь килограмм. Минус 500 за мое потраченное время. Все, спорить Сондықтан ол лабораторияны жақсартуға тырысады. Жақсы құралдар, таза реакция көбірек өнім береді. Таза медтің өзі көбірек ақша береді. Серия басталғанда Тука Саламанка барған сайын тұрақсыз болып көрінеді. Ол кішкентай нәрсеге ашуланып, айналасындағы адамдарға сенбей бастайды. Осы күдікпен ашудың ішінде ол өз адамдарының бірін айтқан сөзіне бола қатты ашуланып, оны еш ойланбастан ұрып тастайды. Бұл әрекет Туканың психологиялық жағдайының қаншалықты қауіпті екенін көрсетеді. что я тупой. Уолтер мен олар жасаған көк мед сапалы болғандықтан Тука қатты қызығып қалады. Бірақ оның мінезі тұрақсыз. Бір сәтте келісіп, бір сәтте агрессияға көшеді. Осымен достар, Во все тяжкие сериалының бірінші сезоны аяқталады. Соңғы сәтте біз Туканың ашу үстінде өз адамын аяусыз соққыға жыққанын көрдік. Ал Уолтер мен Джесси енді одан да қауіпті жағдайға тап болды. Алда оларды не күтіп тұр? Тука мен арадағы оқиға қалай аяқталады? Мұның бәрін келесі бөлімде бірге көретін боламыз. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде Во все тяжкиенің екінші сезонының оқиғаларын талдайтын боламыз. Ал енді көріскенше сау. Екінші сезоны қызықшы. Мен бірінші сезонда көп детальдар тастап кеттім бар ғой. Екінші сезонда толықтай ашып жеке-жеке тоқталып айтатын боламын. Видео ұзақ болады да, күшті болады көргенде.